Қарағанды облысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының жедел уәкілдері прокуратурамен бірлесіп қылмыстық топтың әрекетіне тосқауыл қойды. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында осы топтың 12 қылмысқа қатысы бары анықталды. Жәбірленушілер Кармет акционерлік қоғамы қызметкерлері, жеке кәсіпкерлер мен жоғары оқу орындарының студенттері болып табылады. Күдіктілер қоғамдық тәртіпті өрескел бұза отырып қылмыс жасаған. Олар ұрып соғумен, мүлікті тартып алып, ақша бопсалаумен айналысқан. Жалпы топтың 25 мүшесі ұсталды. Оның ішінде ең белсенді 10 адам қамауға алынды. Тінту барысында атыс және суық қару, оқ-дәрі, діни әдебиет және ірі көлемде қаражат тәркіленді. Қазіргі уақытта олардың басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Басқа да ақпарат тергеу мүддесінде жариялануға жатпайды.